Сәлем YouTube көрермендері, менің арнама қош келдіңіздер. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Шие бұл дәмді әрі пайдалы жидек. Ал шілде айы шие маусымының ең қызған шағы. Сондықтан қазір шиені барынша пайдаға жарату керек. Шие бұл күшті антиоксидант. Сонымен қатар оның құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Ол ұйқысыздық пен буын ауруларына көмектеседі. Бір шынаяқ шие құрамында 90 килокалория, яғни жеткілікті мөлшерде жасұнық А және С дәрумені бар. Шие маусымы мамыр-шілде аралығы. Шиенің пайдалы қасиеттеріне тоқталатын болсам, қартаюды баяулатады. Шие басқа жемістерге қарағанда антиоксиданттарға бай. Антиоксиданттар теріні қартайтатын еркін радикалдармен ағзаға күресуге көмектеседі. Қант диабетінен қорғайды. Шиенің гликемиялық индексі 22-ге тең. Бұл сары өрікте 57, жүзімде 46, шабдалыда 42, көк жидекте 40, немесе қара өрікте 39 көрсеткіштерінен әлдеқайда төмен. Сондықтан шие әсіресе қант диабетімен ауыратындар үшін жеміс жидектердің ішінде ең жақсы таңдау болып табылады. Дұрыс ұйықтауға көмектеседі. Шие мелатонин, яғни адамның ішкі сағатын басқаратын ұйқы гормонының жалғыз табиғи көзі. Сондықтан шие шырынын оянғаннан жарты сағаттан кейін және кешкі асқа 30 минут қалғанда ішу керек. Осылайша мелатонин гормонының өндірісі арта түседі. Шие жүрекке пайдалы. Шие құрамында калий көп. Ол жүрек соғу жиілігін және қан қысымын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар гипертония қаупін азайтады. Шиедегі фитостеролдар холестерин деңгейін төмендетуге көмектеседі. Аспирин дәрісін алмастырады. Ғалымдар шие құрамында аспириндегі ұқсас қабынуға қарсы заттар бар екенін анықтады. Бір дәріні 20 жидек жанама серленсіз алмастыра алады. Буындар қабынғанда көмектеседі. Шие шырынын 3 апта бойы күніне 2 рет қабылдағаннан кейін ісінген буындардағы ауырсыну айтарлықтай азаяды. Қатерлі ісікке шалдығу қаупін азайтады. Шие құрамындағы заттар майлы тағамдарды дайындауда канцерогенді химиялық заттардың түзілуін азайтуға көмектеседі. Жүкті әйелдер үшін де шие пайдалы. Ежелгі бір нанымға сүйенсек, жүктілік кезінде шие жеген әйелдер сау балалар дүниеге әкеліп отырған. Бұны шие құрамындағы қаназдықтың алдын алуға қажет көп мөлшерде темір болғандығымен байланыстыруға болады. Жүрекке жағымды әсер етіп, артық салмақтан қорғауы, әрі қартаюды баяулатуы шие сүйетіндердің жас көрінуіне ықпал етеді. Сол себепті шие маусымын жіберіп алмаңыздар.